Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін сіздерге Когорё, яғни қазіргі Корея елінің тарихын, олардың алғашқы ханы кім, осы және өзге де оқиғалар жайлы баяндайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, лайк басып арнамызға жазыла кетуіңізді сұраймыз. Ендеше біз бастаймыз. Корея елінің тарихы сонау Кочосон мемлекетімен тікелей байланысты. Чосон елі біздің заманымызға дейін 3330 жылдары құрылған. Және бұл елдің негізін қалаушы Тангунван болып табылады. Бұл елдің құрылуы жайлы мағлұмат жоқтың қасы дегенмен, Корея халқы сенетін аңызға сәйкес, бір күні Құдайдың баласы жерге түсіп, адамдармен бірге өмір сүргісі келетінін айтып, Құдай әкесінен рұқсат сұрайды. Аспан билеушісі ұлы Хван Нунға рұқсат беріп, оны 3000 көмекшісімен бірге Бекту тауына жібереді. Хван Нун ол жерге Цинши, яғни Құдай қаласы деген мағынадағы қала тұрғызады. Уақыт өте келе Құдайдың баласы Хван Нун Тангун есімді ұл болады. Тангун ер жетіп, әкесінің ізін жалғап, Кочосон мемлекетінің негізін қалайды. Арада мыңдаған жылдар өте келе, біздің заманымызға дейінгі 108 жылы хан елінің үздіксіз шабуылынан әлсіреп, ұсақ хандық тайпаларға бөлініп ыдырап кетеді. Хан патшалығының аяусыз езгісіне шыдамаған халық арасында жиі бас көтерулер болып тұратын. Соның нәтижесінде біздің заманымыздан бұрын 37 жылы Тон Мьон Ван Когорё елін құрып, халықты Қытай елінің езгісінен құтқарады. Когорё елі біздің заманымызға дейін 37-668 жылдар аралығында өмір сүрген Корея түбегіндегі әскери күші ең мықты ел болып есептеледі. Когорё елінің алғашқы астанасы Чолбон, одан кейін Куннесон және Пенян қалалары болып өзгеріп отырған. Қазіргі Корея атауы орта ғасырдағы Корен мемлекетінің атауынан шыққан. Ал бұл Когорё есімінің қысқартылған нұсқасы. Когорё мемлекетінің алып жатқан аумағы қазіргі солтүстік Корея мен Илияуда түбегі және қазіргі Қытайдың солтүстік шығыс бөлігіне дейінгі ұлан-ғайыр жерді алып жатты. Осылайша, Тон Мьон Ванның өлгеннен кейін есімі Жумонг болып тарих беттерінде қалды. Жумонг ханның дүниеге келуі жайлы да Кореяда ерекше бір аңыз бар. Хабек тайпасының қызы Юхуа аспан билеушісі ұлының заңсыз әйелі болған. Оған күн сәулесі түскен соң, оның оң қолтығынан керемет жарқыраған жұмыртқа пайда болған. Оны ат қораға апарса, аттар тиіспейді. Адам аяғын баспаған тауға апарса да, аңдар оны күзетіп қорғайтын болған. Сосын оны анасына әкеліп бергесін, ол жұмыртқадан керемет бала пайда болған. Ол бала күнінен садақ атудан алдына жан салмайтын болған соң, оны Жумонг Пуйо тілінде керемет мерген деген мағынада атап кетеді. Пуйо ханы Кымбаның ұлдары бірге аңға шыққан уақытта, оны қызғанып, олжасын тартып алып, ағашқа байлап кетеді. Ал ол болса ағашты тамырымен қопарып, қонысына қайтып оралған деседі. Ол біздің заманымызға дейін 37 жылы Чолбон жеріне келіп, астанасының негізін қалап, 22 жасында таққа отырады. Ол құрған мемлекеттің аты Когорё болды. Ол өзі тақта отырған уақытта Хёнтосон, Жимбун, Имдун жерлерін жаулап, өзінің территориясын кеңейте отырып, басқа да ұсақ тайпа рулармен сауда-саттық жүргізіп, елін шебер басқара білген еді. Тон Мьон Ван хан біздің заманымыздан бұрын 19 жылы өзінің үлкен ұлы Юрий Мьон Ванды тақ мұрагері ретінде жариялап, небәрі 40 жасында дүниеден өтеді. Юрий Мьон Ван жайлы көне жазбаларда әскери тұрғыда өте мықты ел қалыптастыра білген деп жазылады. Ол біздің заманымызға дейінгі 9 жылы Сунно елін жаулап алып, 6 айдан кейін ел астанасын Куннесон қамалына ауыстырған. Юрий Мьон Ваннан кейін таққа кіші ұлы Тимучин отырады. Оның шын есімі Мухуль. Тимучин есімі таққа отырғаннан кейін алған болатын. Ол билік құрған кезеңде солтүстіктегі Пуйо елін бағындырып, елде мықты бекініс қалдырады. Ол билік құрған уақытта атасы Жумонг сияқты хан еліне ауқымды жорықтар жасап, хан әулетінен шыққан беделді адамдар басқаратын Накнан аумағын басып алуға көп көңіл бөлді. Оның осы арманын баласы Ходан орындаған еді. Алайда Тимучин ханнан кейін билік Ходанға емес, екінші әйелінен туған Мабонға берілді. Ол тарихта асқан қатыгездігімен есте қалды, және ол ел билеген уақытта Когорё бұрынғы күшін жоғалтып, біраз әлсіреген болатын. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.